Сәлем барлықтарыңызға. Құрамы 3 ақ заттан тұратын тіске басар дайындайық. Ең біріншіден бізге сосиски керек болады. Ғасқа, кішкентай балаларға тіске басқанға өте ыңғайлы, өте тез дайындалатын тіске басар түрі. Менің балаларым прям жақсы көріп жейді. Екіншіден бізге лаваш керек. Лавашты сосисканың размерімен етіп бөліп аламыз. Мен осындай үлкен лавашты алып, сосисканың ұзындығымен келтіріп бөліп аламын. Одан кейін бізге бірақ жұмыртқа керек болады. Бір жұмыртқаны аламыз, жарып, оны араластырамыз. Араластырғаннан кейін сосисканы лавашқа алып ораймыз, және екінші бетін жұмыртқа жағып, өйстіп ашылып кетпес үшін қоямыз. Бәр сосискемізді өйстіп лавашқа орап шығамыз да, қызып тұрған табаға осы лавашымызды, сосиски в лавашыны алып, жұмыртқаға малып қуырып алып тастаймыз. Қуырғанда да тез өзі. Қызып тұрған май, бірақ асты баяу болсын, әйтпесе күйіп кетеді. Менің балаларым деген жақсы көріп жейтін тіске басар түрі. Өзіңіз де жесеңіздер прям күшті. Өзі бөрекке ұқсайды, бірақ енді мен атаймын сосиски в лаваши деп. Тез ғана қуырып тастайды. Сырты қытырлап, прям лавашы қытырлап, күшті болып шығады. Асыққан кезде тез-тез істелінетін, тез-тез дайын бола қалатын тіске басар түрі. Жасап дайындап көріңіздер, өкінбейсіздер. Ал сіздерге ас болсын. Мұнда ұлым тағатсыздана қолын созып күтіп тұр.